Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен керемет тақырып қозғайтын боламыз. Сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Адам болып туылғанмен адам болып өмір сүру қиынның қиыны. Қытай жазушысы Миннің естеліктерінен алынған үзіндіні сіздерге ұсынбақпын. Бірінші, бастықтың қарсыласы болғаннан гөрі қолғанаты болған абзал. Екінші, аз кем зиян тартудан қорықпа, ол байлықтың бастамасы шығар. Үшінші, досыңнан айырылмайын десең, қарыз берме. Төртінші, басыңа күн туғанда қасыңнан табылған адам ғана шын досың. Келесі, қашанда шүкіршілік етуді ұмытпа, яғни шүкіршілік сені бай болуға шақырады. Келесі, басқалардың орнында мен болсам қайтер едім дегенді үнемі ойлап көр. Келесі, ашулансаң ештеңені де тындыра алмайсың. Келесі, жаныңдағыларға мейірім бағыштай біл, мейлі билікті болсын, білікті болсын, тіптен қайыршы болса да құрметің бірдей болсын. Келесі, алға басқан қадамыңды артта қалған күніңмен өлшеме. Келесі, отбасыңа сәт сайын сүйіспеншілігіңді арнай біл. Келесі, жұмыста көп істе, аз сөйле, әсіресе бастығың жайлы айтар кезде абай бол. Келесі, әрбір жан иесін аялай біл. Келесі, өмірде қадір тұтқан адамыңды мәңгі ұмытпа. Келесі, ешкім саған қарыздар емес, сол үшін де елдің бәріне ренжи берме. Енді мен бұл жерде өз ойымды айтып кететін болсам, жалпы адам әр күнін өзі әсемдей білуі керек. Бұл өмірге келгесін жерде әр адам сол өмірді, яғни бұл бізге беріліп тұрған қысқа ғана сынақ өмірді біз жақсы сүре білуіміз керек. Яғни біз бұл өмірге қонақ ретінде келдік. Мысалға, мысалы біз қонаққа барамыз ғой, қонаққа барған кезде біз әсемденіп, сәнденіп, тек қонаққа барамыз, әдемі болып барып, әдемі болып қайтуымыз керек деген сияқты бізде сондай ой болады. Ал бұл өмірде сондай да. Өмірге біз әдемі болып келіп, әдемі болып кетуіміз керек. Яғни ешкімге зиянымызды тигізбей, ешкім, яғни бізден ешқандай зиян көрмеу керек. Әдемі өмір сүріп, бұл өмірден әдемі дүниеден озуымыз керек деп ойлаймын. Бұл жерде мен өз ойым әрине. Сіздер қалай ойлайсыздар? Соны төменде комментарияға жазып кетсеңіздер болады. Видео ұнаса лайк басып, арнама тіркеліп қойыңыздар. Келесі видеода көріскенше сау, саламатта болыңыздар.